қылмыстың төрт құрамы болу керек бізде. Қылмыстың объектісі, объективтік жағы, субъектісі, субъективті жағы. Егер қарапайым тілмен айтып түсіндіретін болсақ, олар қасақана түрде әдейі осы іс-әрекет жасаған болуы керек. Енді мен істің бүкіл мән-жайын білмеймін, бірақ сол істі басында қылмыстық тәртіпте тергеп бастап, егер қате түсінбесем, осы өзіңіздің әріптестеріңіздің таратқан ақпаратына сүйенсек, қылмыс белгілері анықталмады, себебі ол Вальберис арқылы жаңағыдай тараған, бұлар өздері жасамаған деген ақпарат шықты. Яғни бұл жерде бұлардың тікелей қылмыстық пиғылы ниеті болмаған, оны жасап, Қытайда ба, басқа бір жерде ме, әдетте Қытайда жасалады ғой, солай сатылған деген ақпарат шықты. Соған байланысты енді қазір ауыр немесе жеңіл деп айтуға болмайды, өйткені енді сот сондай шешім қабылдап отыр ғой. Бірақ болашақта бұл үлкен сабақ болады деп есептеймін. Барлық әріптестер бір жағынан біздің құқықтық кішкене тұрғыда сауатсыздығымыздан да хабар береді көптеген азаматтардың. Енді бұндай әрекеттер болашақта жасалмайды деп ойлаймын. Әсіресе осы ақпарат құралдарында кеңінен, соның ішінде әлеуметтік желіде кеңінен таралғанда бұл жақсы сабақ болды деп ойлаймын өзіме. Жалпы қалай жазалау керек осылай ұрлағандарды? Негізі 11 миллион теңгедей айыппұл бар. Қасақана түрде жасалған болса, онда қылмыстық тәртіпте жауапкершілікке тартылу керек. Қасақана түрде жасалған болса.